бүгін Еркеман және Кәусар. Бүгінгі видеода мен обычный сериал істейтін боламын, бірақ мен бұның атын әлі ойланған жоқпын. Бірінші сіздер осы видеоны көріп алыңыздар. Одан кейін барып комментарияға жазыңыздар. Ал біз бастамас бұрын лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Так, қыздар, тұра тұрыңдар, мен қазір үйге барып шығамын, дема. Алия, Мири бір-біріне қарап жүріңдер. Еш қайда бармаңдар. Жарайды. О, қандай күшік, күшті екен. Мама қашан шығады екен? Кел, ит алғың келеді ма? Сен атын кім? Алия. Жүр, кәмпит жейсің ба? Жүр, кеттік мен үйіме. Алия қайда? Мен оны байқамадым. Менің анашым енді істесем екен, анашым маған ұспаса екен ғой. Не істесем екен? Так, қыздар, мен келдім. Алия қайда? Мири? Мен білмеймін. Мен көрген жоқпын оның жоғалып кеткенін. Енді не істейміз? Енді полиция шақырып енді звондау керек қой. Әкеге айту керек. Мама, онда тезірек үйге қайтайықшы, мен қорқып тұрмын. Жарайды, жүр кеттік үйге. Енді не істейміз? Әкең енді өлтіреді ғой мені, тойды. Анашым, жыламаңызшы, жүріңіз үйге. Кешіріңізші мені. Мен байқамай қалдым, қарамадым мен оған. Ол менің кінәм, қызым. Ештеңе етпейді. Мен ғой осы үйге кіріп кеткен сендерді тастап. Кешіріңізші. Жүр, Алия, мен сені күшті үйге апарамын. Жүре ғой. Жарайды. Так, жүре ғой. Мына үй жаман екен. Тәте, мына үй қорқынышты ғой. Кешір енді, мен кедеймін. Жүр, тамақ ішесің ба? Иә, қарным ашып кетті. Не басып кеттім. Кел, отыра ғой. Не жейсің? Макароны. Жақсы. Мен аны қойсаң болады екен. О, мәне жей ғой. Сүтті іш көрейін. Ашыған сүт екен. Жарайды, рис жей салайын. Жұмыртқамен. Жүр енді. Мынау суды сүртіп алу керек маған. Оған заттар керек қой тағы. Міне біз екеуміз осықта ұйықтаймыз. Аяқ кір екен. Иә. Аяқта гостиница. Сылай отырамыз екеуміз. Сабақ оқисың. Аяқта ванна. Болды, басқа ештеңе жоқ. Ал мен қазір магазинге бар келейін. Сен үйде отыра тұр. Қызымнадан байқай ғой. Бұл көзін айналдыруы мүмкін. Үйде мені күтіп отыра тұр. Мен магазинге бар келем. Жарайды. Қандай жақсы болды бұл қыз. Енді менің қызым болады. Ендеше кеттім мен. Так, мен уже үйде почти уже 1 сағат па 40 минут па сондай болмадым.
Конечно, арзан заттарды іздеу өте қиын. Қызым, мен келдім. Мына сыпырғышпен жуып жүру керек. Мен қазір үйді жинап алайын, сен отыра тұр, мен саған күшті нәрсе әкелдім. Жарайды. Міне қызым, саған осындай игрушка әкелдім. Тауып алдым. Күшті екен, бірақ жама. Бірақ екі басы бар екен. Ja, енді сондай екен. Қазір мен үйді жинап алайын, отыра тұр. Жарайды, мама. Так, мынаны жуып алайыншы бірінші. Қандай таза болды. Маған су құю керек пе? Анау кірді жуып алсам жақсы болатын еді. Мына аяқтағаны да. Қандай күшті болды, енді таза болды хотя бы. Бірақ мына трещиналар жарайды. Осы қойып салайын. Қызым, кеш батыпты, жүр ұйықтайық. Жүр ұйықтайық. Жата ғой. Жүр енді жатайық. Ерте сенің сестренкаңды іздейміз. Жарайды, анашым, қайырлы түн сізге. Қайырлы түн. Так, қызым, жүр, қазір біз екеуміз фильм деппін ғой. Бізде даже телевизор жоқ қой. Жүр, мен саған әңгіме айтайын. Осылай болды. Сен ертеңнен бастап енді сабаққа баратын боласың. Сен келісесің бе? Маған сабаққа барған жоқпын. Енді мен сабақта көргім келіп тұр. Қалай балалар оқиды екен? Онда жақсы. Ертең мен бүгін саған сумка алып қойған, мен саған қазір көрсететін боламын. Мектептің іші күшті болса екен. Міне мен саған осындай рюкзак пен дәптер алдым. Қалай, саған ұнай ма? Я, күшті екен. Енді мен мектепке баратын боламын, бүкіл балалар сияқты. Я, жүр енді күтейік, ертең сен уже баратын боласың. Жүр енді ұйықтайық. Заттарыңды дайдан қой, осындай киіммен барасың, ема? Жарайды. Ой, уже таң атыпты. Қызым, тұра ғой, сабаққа барасың. Сабаққа кішкене ұйықтай тұрайыншы. Жоқ, кешігесің, жүр. Жарайды, анашым. Бүгін мектепке барам ба? Я, әрине, жүр. Мен неге қателесіп отырмын? Мен сені мектепке дейін апарып тастаймын. Жарайды, анашым. Мектеп емес, ол андай колледж сияқты. Үлкендерге ма? Сен сияқтыларға да бар. Жүре ғой. Қызым, біз андай мектепке емес, басқа мектепке баратын болдық. Мына мектепке барамыз. Так, саламатсыңдар ма, балалар? Бүгінгі сабақта біз қазір өтетін боламыз. Ойбай, қазір новенькая келу керек, күте тұрыңдар. Саламатсыз ба, кешіріңізші, мен кешігіп қалдым. Қыздар, сосын менде бір жаңалық бар. Қазір сен қыз национально басқа топқа көшетін боласың, жүре ғой. Ура, наконец-то. Жүр, мен саған көрсетем. Яқта киімдеріңді ауыстырып ал, қазір сосын бәрін көрсетем ғой. Не, киімді ауыстырып, ана шыға бер далаға, ана яқта 21-ші мектепке барасың. Отыра ғой. Атын кім сенің? Менің атым Әлия. Аха. Менің атым Мери. Әлия, Мери. Мыналар екі сияқты что-то. Жоқ, біз егіз емеспіз. Просто совпадение шығар. Так, қыздар, разговорларын қойыңдар, жазыңдар. Бүгін бізде қандай тақырып болатын еді бізде?
Мирей, қандай тақырып бізде бүгін? Мирей? Табиғатты қорғау. Не ол табиғатты қорғау дегеніміз? Так, Жансерік тұр. Табиғатты қорғау дегеніміз ол қоқыс тастамау, жануарларды өлтірмеу, тағы да басқа. Дұрыс отыра ғой. Сонда не істеуіміз керек біз табиғатты, Алия? Аялап қорғауымыз керек. Дұрыс. Отырыңдар. Сабақ бүгін бізде 1 сағат қанақ болады. Алдында 1 сағат 30 минут болатын еді, ал қазір 1 сағат болады. 1 сағаттан кейін. Так, балалар, сабақ аяқталып жинала өріңдер. Қазір сендерде ағылшын болады. Hello, how are you? О, новенькая пришла, да? Мен новенькая. Таныстырушыш өзіңді. My name is Aliyah. I'm from Лесказган. Отыра ғой, молодец. Таныдық сені. Что-то сен екеуің құсайсыңдар ғой, егіз емессіңдер ма? Жоқ. Бірақ менің бір егізім жоғалып кеткен еді. Бірақ білмеймін енді. Совпадение шығар жай. Жарайды, бастайық сабағымызды. Так. Irregular verbs'ті кім жаттады? Шығындар тақтаға. Irregular verbs. Битін, бутын. Андай деп айтыңдар. Шығындар. Мұғалім мен қандай екен білмеймін. Сен новенькаясың ғой, саған кітап ештеңе берген жоқ. Сенен сұрамаймыз. Ертең жаттап келесің ғой. Мен саған парақты берем. Аха, жақсы. 1 сағаттан кейін. Балалар, сабақ аяқталды. Үйлеріне бара берсеңдер болады. Бүгін бізде 2 сабақ қанақ болады. Жаңа математика өтті сіздерде. Енді ағылшын, қазақ тілі мен әдебиет өкінішке орай бүгін өтпейді. Ертең өтетін болады. Ертең сонда 4 сабақ болады. Үйлеріне қайта беріңдер. Сен осы атын кім? Менің атым бе? Әлия. Мирей. Сен менің егізім білмей, менің егізім білмейді екенің бар ма, жоқ па? Менің бір кезінде егізім жоғалып кетіп еді. Мен оны әлі таба алмай жүрміз. Түсінікті екен. Бірақ мен сен егізінде ойламайтын. Бірақ шашымыз бүкіл ұқсайды екен. Түрімізде аунамаймыз бір-бірімізден. Жарайды, онда сау бол. Сау бол. Кеттік. Так, менің егізім табылғандай сияқты. Әлия Мирей. Менің атым Мирей, оның аты Әлия. Түсініксіз екен. Үйге барып бүкіл жаңақты анам айтып берген. Қазір қызым кететін еді. Анашым, мен келдім. Сабағың қалай өтті? Өте күшті. Анашым, мен егізімді тапқандай сияқтым. Я. Біз оны іздестіріп жатырмыз. Осыдан менің қызымды таппасын, мен оларды өлтіремін. Анашым, менің егізім тура мен сияқты түрімнен аунамайды. Біз оның адресін таптық. Қазір біз оны барамыз, кім ұрлап кеткенін көрейік. Анашым, мен де сіздермен барсам бола ма? Әрине барасың. Сен өз егізіңді көрін керексің. Ал может ол егіз емес шығар. Жүре ғой. Әкене бүкілін айту керек қазір. Мына жуткий районда мен қызым тұра ма, байқұс? Қызым келу керек. Мен жаңақтыдан өзімнің егіз қызым жоғалтып алғанын жазып жатыр. Анашым, мен келдім. Не айтып жатсыз? Өз-өзіңізбен сөйлесіп жатсыз ба? Жоқ, шай ғой, жүр. Киіміңді шешіп, тамақ іше бер. Сенде киім жоқ қой. Жарайды. Осымен тұрып, тамағыңды ішіп ал. Қандай тамақ ішесің? Мен сіз сияқты анандай жегім келеді, бірақ рис жоқ па үйде? Я, рис жоқ. Наумен жеп көр. Сонымен де дәнді болатын шығар. Анашым, бұл бұндай күшті тамақ қой. Рахмет сізге. Мен де қарным ашып кетті ғой. Жеп алайшы. Мынау не екен? Кошачий.
бір нәрсе. Анашым, жемеңіз, бұл отравление. Сүт ішіңіз нормальный. Тамақта бітіп қалыпты. Менде де ақша жоқ еді, менде 1 бакс қана бар. Оған бүкіл продукт алуға болады ғой, қызым. Бірақ мен оны өзіме телефон алуға жұмсап жатыр едім. Мен сізге айтып қойдым ғой. Нені? Сіздің туған күніңіз келе жатыр ғой, а мен сізге телефон сыйлайын деген. Керек емес, қызым, маған телефон. Ең бастысы, сенің қарның ашпас қой. Қызым, қазір біреулер келеді, тығылып қал. Не үшін, анашым? Тығыла ғой, тығыл. Не үшін? Тиіш. Шулама. Так, ішінде болса екен бұның. Қазір папамыз кетеді ғой, күте тұрайық. Мен келдім. Не болып қалды, таптыңдар ма егізімді? Қызымды сағынып қалдым ғой. Мен даже түрін көрмеген шығармын, байғыз. Тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук. Кім екен мұны? Мен қызымды іздеп келген жоқ па? Сәлематсыз ба? Сіз бұл жақта Алия деген қызды көрген жоқсыз ба? Жоқ. Жоқ, бұл жақта Алия деген қыз тұру керек. Мен қазір өзімнің напарнигіммен іздеп шығамын. Так, мынау кімнің сумкасы? Алия деген дәптер. Күтіңіз, мына ашпай тұра тұр. Мына ойыншық тұр. Ванна. Значит, мына тиіспеңіздер маған. Біз саған тиіспейміз. Қызыңызды таптық. Сіз неге мен қызымды ұрлап кетесіз? Мен оны 15 жыл бойы істедім ғой. Мен оны бергім келмеді. Мен осы үйде жалғыз едім. Және кедеймін мен. Енді сіздердің қыздарыңыз ғой, кешіріңіздер. Менің историям осылай болды. Мен бір күні бір қызды көрдім. Сүйкімді болды. Оның анасы жоқ деп ойладым да, мен оны ұрлап алып кеттім. Кешіріңіздер. Енді бұл сіздің қызыңызға ала беріңіздер. Қандай өкінішті. Сіз біздің үйге келіңіз, біз өте баймыз. Сіз мен қызымның андай, көмекшісі сондай боласыз. Ол жақсы. Өйткені осы үйде өзім тұрып ішім пысып кетті. Жүріңіз, екеуміз подружка болып алайық. Жүріңіз. Қандай күшті аяқталды бұл сериал. Достар, осымен менің видеом бітті. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода менің каналымда күтіңіздер. Всем пока-пока. Если сіздерге осы видео қызықты болса, онда комментарияға күшті деп жазып кетіңіздер. Всем пока-пока. Достар, Еркеназ бір бәлені ұмыт күткен сияқты. Комментарияда сіздер осы видеоны атын кетіп, атын айтынуыңыз керек сіздер. Атын жасып. Ал енді сіздермен болған Еркеназ, сосын Кәусар. Всем пока-пока. Сау болыңыздар. Пока.